аты тұр ғой мына жерде обувь Алматы 3 деген. Осы жерді біз үштеуге болады. Міне. Осылай сақтап аламыз оның атын. Сол кезде бізде төмен қарай түсеміз. И опубликовать батырмасын басу арқылы рекламамызды шығаруға болады. Бірақ бізде қазір шығармаймыз. Мынаның барлығын тексеріп шығамыз ішіне кіріп. Себебі бізде бұл Facebook'тың алгоритмі роботтармен жұмыс жасайтын болғандықтан өзгеріске еніп кеткен болуы мүмкін. Солардың барлығын бір тексеріп аламыз. Содан кейін ғана арғарай жіберуге болады. Міне барлығын қарап шықтық, барлығы дұрыс. Енді қайтадан мына 3-ке барып, мына бізде қызыл шығып тұр ғой, бұл дегеніміз мына no payment деп тұр. Бұл бізде карта қосылып тұрған жоқ деген сөз. Сіздер жасаған кезде бұнандай не өзгеріс болмайды. Себебі сіздер өз карталарыңызды қосып қоясыздар, сондықтан бұндай ошибка шықпайтын болады. Жалпы таргет жіберген кезде осындай бір ошибкалар шықса, не болмаса да қандай да бір түсінбейтін нәрселеріңіз болып тұрса, соның түбіне бүйтіп мышканы апарасыз, и сізге қандай проблема болып тұрғанын өздері көрсетеді, айтып тұрады. Соған байланысты, мынандай ағылшынша шыққан жағдайда, егер сіз түсінбей тұрсаңыз, мынаны көшіріп алу арқылы өзіңіздің мына Google-дан ағылшын орыс тіліндегі, не болмаса ағылшын қазақ тіліндегі словарға қою арқылы аударып түсініп алуыңызға болады. Ал мына жерде бізде қазір payment деп тұрғанымыз, ол карта болып тұр ғой. Сондықтан ошибка карта қоймағаныңызға байланысты деп тұр. Міне, мына түбіне апарған кезде ненің қандай зат екені көрініп тұрады. Инструменты для бизнеса. Мына үйшіктің суреті, главная страница Facebook деп тұр, я? Сондықтан түсінбеген жерімізді түбіне осылай жақындату арқылы біліп алуға болады. Болды, осымен арғарай опубликовать батырмасын басу арқылы рекламамызды шығара аламыз.